Мен арыз жазғым келеді. Менің продюсерім мені алдады. Оның досы қонақ үйде маған зорлық көрсетпек болды. Арызыңызды жазып тастап кетіңіз. Ісіңізде қарастырамыз. Алло. Жұлдыз, сенің есің дұрыс па? Неге полицияға барып жүрсің? Қонақ үйде ана танысыңыз маған зорлық көрсетпек болды. Мен енді сізбен жұмыс істегім келмейді. Ақшамды қайтарыңыз. Ақшаңды алғың келсе, айтқанымды істе. Бар болғаны бір түн өткізсең болды. Не айтып тұрсыз? Мен әнімді айттым, соның гонорарын төлеңіз. Сенің әнің кімге керек? Клиент әніңді емес, сенің өзіңді сатып алғысы келеді. Мен ешқашан олай жасамаймын. Ақшамды бермесеңіз, сотқа беремін. Білгеніңді істе. Ақша түгілі таста жоқ саған. Жұлдыз, сен қайдан жүрсің? Жағдай солай болып қалды. Жұлдыз, саған бір кісілер келіп тұр. Шығып сөйлес. Мен продюсерлік компанияның заңгері боламын. Сіздің компания алдында қарызыңыз бар. Қандай қарыз? Мен ешкімнен қарыз алмадым. Ән шығаруға, клип түсіруге, тұратын үйіңізге, киімдеріңізге кеткен ақшаның бәрін қайтаруыңыз керек. Маған продюсерім оның бәрі тегін деп айтты ғой. Келісім шартта бәрі жазылған. Сіз қол қойып қойғансыз. Мен келісім шартты толық оқымаған едім. Қысқасы, қарызыңызды 3 күнде қайтарыңыз. Әйтпесе, алаяқ деп үстіңізден арыз жазамыз. Сотталасыз. Сонда қанша ақша қайтаруым керек? 3 күн ішінде 5 миллион теңге қайтаруыңыз керек.